Түркістан облысы Кентау қаласында нөмірі 5-ші жылу энерго орталығын қайта құру жұмыстары қарқынды жүріп жатыр. Стратегиялық маңызы бар нысанда атқарылып жатқан әрбір жұмыс облыс әкімі Дархан Сатыбалдының, сондай-ақ құзырлы орган және департамент басшыларының тікелей бақылауында. Өңір басшысы кезекті рет Кентау қаласына арнайы барып, орталықта атқарылып жатқан жұмыс барысын бақылады. Жауаптылармен штаб кеңесін өткізіп, тиісті тапсырмалар берді. Жиынға құқық қорғау органдарының басшылары да қатысты. Жиында облыс әкімінің бірінші орынбасары Сұлпыхар Жолдасовтың, Кентау қаласының әкімі Жандос Тасовтың, мердігер мекеме басшылығының есептері тыңдалды. Құрылысқа жөндеу жұмысына жауапты әрбір маманның, инженердің атқарған жұмыстары да талқыланды. Жылу орталығының қазіргі жай күйі мен бір апта көлемде атқарылған жұмыстар туралы М-холдинг жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің өкілі баяндады. Қазандықтарды реконструкциялау жұмыстары бекітілген кестеге сай үздіксіз жүруде. Нысан басында 2 ауысымда 180 адам жұмыс істеп жатыр. Нөмірі 8 және 11 қазандықтарда жылу механикалық бөлік бойынша жұмыстар 99%-ға аяқталды. Нөмірі 9 қазандықта монтаждау жұмыстары 58%-ға, ал нөмірі 10 қазандықта 75%-ға орындалды. Нөмірі 7-12 қазандықтарда бөлшектеу жұмыстары жүргізілуде. Енді нөмірі 7 қазандықтың тиісті бөлігін бөлшектеу жұмыстары жүргізілуде. Сонымен қатар қазіргі уақытта 6 қазандыққа арналған түтін құбыры дайындалу үстінде. Айта кетейік, жоспар бойынша нөмірі 8-11 қазандықтардағы жұмыстар тамыз айының соңында, нөмірі 9-10 қазандықтар қыркүйектің 2-ші 10 күндігінде, ал нөмірі 7-12 қазандықтардың құрылысы қараша айының соңында аяқталмақ. Бұдан бөлек нөмірі 5 және нөмірі 6 қазандықтарда ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Шантөре Болысмұрат, Сұңқар Бакиров, Арт ТВ жаңалықтары.